Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен Ахинова Гүлеш Шаталбаевна, Шымкент қаласы номер 89-шы IT мектеп-лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Педагогикалық идеялар панорамасына 10-шы А сыныпына қазақ тілінен өтілген таңғажайып сәулет өнері тақырыбындағы қолданған әдіс тәсілдерімді ұсынамын. Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар! Бүгін біз қазақ тіл сабағында сендерменен сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын біз үй тапсырмасын сұрап алуды жөн көрдік. Яғни адам өмірін сақтау, тілдік жүйе және норма бөлімі бойынша пысықтау тапсырмаларын сендерге беремін. Яғни сендерге күнделікті үй тапсырмасын сұраған кездерден бүгінгі үй тапсырмасын сұрау кішкене өзгешерек. Яғни сендерге мынау QR кодты қазір тарататын боламын. Сол QR код арқылы мына сілтемеге кіріп, пысықтау сұрақтарына жауап бересіңдер. Демек, барлықтарымыз телефонды алып келді. Демек, сол телефон арқылы мына сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаймыз. Ал қанеки іске сәт, сендер мына үлестіріп алыңдар. Бір беттен алыңдар балалар. Міне, барлығымыздың телефонымыз қосылды ғой, қосамыз. Солай етіп сілтемеге кіреміз. Жылдам орындаған оқушы нәтижесі осы жерде тұрады. Және балалар, біз досымызды бағалаймыз. Бүгінгі сабақта көрші досымызды бағалаймыз. Сендерге қазір бағалау парақшаларын беремін. Осы бағалау парақшаларын жаңаға үлестіріп алып, бір-біріңді бағалап отырасыңдар. Яғни әр тапсырмаға 2 балдан қоятын боламыз. Жарай ма? Толық орындаған жағдайда 2 балды қойып отырамыз. Бағалау парақшасы сендерге. Ал кірдік пе? Кіріп жатсаңыз ба? Ал қанеки уақыт бітті. Орындап болған оқушылар бар ма балалар? Орындап болдық па? Қане кімдер орындап болды? Жақсы, жарайсыңдар. Демек, бұл тапсырмалардың ішінде, яғни қайталау сұрақтары болған еді, Демек, сұрақтар легі стильдер, басым көпшілік стильдер туралы еді. Демек, сендерге міне сұрақтың тапсырманың нәтижесі шығып тұр. Яғни, ең аз 15 секундта орындап болған Макс жарайсың. 10-ның 6-ға жауап беріпті. Содан кейін 19-дағы Мейрамбек жауап берген. Осы сияқты алдағы 10 оқушы жылдан жауап берген екен. Жарайсыздар. Ал балалар енді үй тапсырмасын орындап болды. Ал енді жаңа сабақты түсіндіретін боламыз. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз таңғажайып сәулет өнері. Көз алдымызға сәулет өнері дегенде қандай сөздер, кімдер көз алдымызға елестейді. Алдымен болжау әдісі арқылы болжап алайық. Қанеки кім айтады? Ал айтамыз. Кесене. Жақсы. Қолымыз көтеріп айтамыз. Имараттар. Дұрыс. Ал сандуғаш. Сәулетші. Зәулім сарайлар. Зәулім сарайлар. Сәулет өнері кезінде. Архитектор деген сөз есімізге түседі. Дұрыс. Медреселер. Және күмбездер. Дұрыс. Ал жақсы. Қабылдаймыз. Және бар ма? Мешіт дейді. Әлемнің 7 кереметі. Демек, сәулет өнері деген сөздің өзінде түрлі сөздер, соған қатысты сөздер есімізге түседі. Демек, біз сабақ барысында сабағымыздың мақсатына
жаңа көңіл аударыңдар балалар. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түртіп жазудың әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы сөйлем мен мәтін деңгейіндегі тыныс белгілерін дұрыс қолдана білу. Біз сабақтың алдыңғы сабақтарда тыныс белгілерді өткен болатынбыз. Дұрыс қой? Иә, сол тыныс белгілерінің ішінде біз бүгін сабақтың өн бойында үтірге тоқталатын боламыз. Демек, бұл үтір жайлы айтатын болса, үтірді біз қандай жағдайда біз үтірді қоямыз, сөйлем ішінде қай жерлерде келеді, яғни қандай сөйлемдерде келеді. Сол жайлы осы сабақта өтетін боламыз. Демек, бұл үтірлер ең алдымен қандай сөйлемдерде келеді? Қандай сөздерде? Оқшау сөздерде келеді, иә? Оқшау сөздерге қандай сөздер жатады? Қаратпа сөздер, біріккен сөздер, қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөз. Осылар оқшау сөздерге жатады, иә балалар? Және бірыңғай мүшелердің арасына үтірлер қойылады. Және оңашаланға айқындауыш мүшелердің арасына қойылады, иә балалар? Демек, осы сөйлемдердің, сөздердің арасында үтірдің орналасуына мән береміз. Жарай ма? Демек, сөйлемнің ішінде, сөйлемнің басында, ортасында және сөйлемнің аяғында үтір тыныс белгілерін дұрыс қоя білуіміз керек. Енді біз бейнероликке назар аударайық. Түртіп алу әдісі арқылы біз қазір бейнероликті көретін боламыз. Сол бейнероликте өздеріңе негізгі ақпараттарды түртіп ала отырып, бізге айтып бересіңдер. Жарай ма? Жазып алып отырыңдар. Олай болса, бейнероликке назар аударамыз. Сіз ойланып көрдіңіз бе? Әлемде қанша ғажайып ғимарат бар. Айналмалы зәулім үйлер, төңкерілген үйлер, жануарларға ұқсайтын құрылыстар, ескі ұшақтардан жасалған қонақ үйлер, текше үйлер, үйлер ұшатын табақтар, кітаптар, себеттер. Ал мына бір үйде ешкім қиратқан жоқ, ол басынан сондай. Сәулетшілердің қиялында шек жоқ. Жас болса, енді керек қажет жерлерін көріп қалған болса, видеоны көріп болса, өз ойымызды қане мысал ретінде айтып өтейік. Кімдер айтады екен? Кәнекей сандуғаш ой қойшы жазғанын. Португалияда ұялы телефон бағасынан алған ғимараттар және де ол 8 қабаттан тұрады, ішінде жер орналасқан Хосе Антонионың негізіне салынған. Жақсы. Нұржан? Қытайда Гранд Дисбеу атты 2008 жылы салынған қонақ үй бар, ол 47 қабаттан тұрады. Оның ішінде түрлі көңіл көтеретін жерлер бар. Жақсы. Соның барлығын үлгеріп жазып алдыңдар, жарайсың. Ал Америка айта ғой. Оқи ғой, Эльвира. Романдық стиль 9 ғасырда Италияда пайда болған болса, ал готикалық стиль 12 ғасырда пайда болды. Тамаша, мәліметтер жақсы. Арасында адамдар тек табиғат апаттарынан қорғану үшін ғана үй салдырған, ал қазіргі кезде сәулетшілері антика заманынан келе жатыр дейді. Жақсы. Және кім? Айта ғой кім? Қытайда Макао қаласында патша дәуіріне ұқсас қонақ үй бар, ол 2008 жылы салынды. Иә. Ал Асен? Готика стилі храмдарда көп кездеседі және барлық элемент жоғарғы деңгейде салынады. Жақсы. Әр жыл сайын сәулет өнерінің тәсілі жаңарып отырады және 8 ғасырдан бастап сәулет өнері мәдениет тұрғыда дами бастады. Дұрыс, тамаша. Демек, біз бейнероликтен сондай керемет жаңалықтарды түртіп алуға үлгердік, иә балалар? Жақсы. Олай болса, келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырмамызға назар аударыңдар, балалар. Мұқият тыңдаңдар. Енді біз дұрысын тап әдісі арқылы мына сілтемеге және кіреміз, кіріп, сөздердің тілдік нормаға сай келетін дұрысын жанына жазып, мына тапсырманы орындаймыз. Балалар түсінікті болды ғой, иә? Жақсы. Олай болса, телефонда іске қосамыз, сілтемеге кіреміз, кіріп, жаңа тапсырманы орындаймыз.
жылдамдықты қажет етеді, иә балалар? Қанекей. Апамен бұл Иә, это ғой. бізде біріншісі берілген меңді, ол бізде меңлі сөзі меңді, сосын жылқыдар деген сөз берілген, ол бізде жылқылар болады. Сосын бізде жұмыршағым ауырды деген, асқазаным ауырды деген. Олай дұрысын жаздық, иә? Демек, тілдік нормаға сай етіп жазуымыз керек, иә? Тілдік нормаға сай етіп жаздық, үлгердік пе? Олай болса, осының нәтижесін қазір экранда көретін боламыз. Ал балалар, орындап болса, енді нәтижесі тақтада тұр, қарап өтейік, иә балалар? Демек, 8 тапсырманың 8-не кімдер жылдам орындап болған екен. 16 секундта жұлдыз, жарайсың, 18 секундта сандуғаш және Ақмарал, Айна, осы оқушылар ең жылдамдықпенен дұрыс орындап шыққан екен. Жарайсыздар, біз қолымыздағы бағалау парақшасына досымызды белгілеп отырамыз, иә балалар? Жарайсыздар. Балалар, енді біз оқулықпен жұмыс жасайық, жазылым тапсырмасын беретін боламыз сіздерге. Яғни сөйлем және мәтін деңгейінде қойылатын тыныс белгілер үтір жайлы біз жаңа айтып өткен болатынбыз, иә? Демек, біздің оқулығымызда жаңа оқулық мәтіндегі мәтінді ашамыз, 120 бетте мәтін бар. Осы мәтіннің ішінен біз мұна ережеге сәйкес үтірдің қойылу орнына қарай отырып бір сөйлемді орындап шығайық. Тапсырма түсінікті ма? Жақсы. Мысал, өздері мысал ойлап жазыңдар дәптерлеріңе. Ал жұлдыз оқи ғой. Дайын болса оқи ғой. Ал зауыт пен фабрикалар жұмысшылардың аз шаршап, жеңіс күніне ыңғайлы етіп жасалғаны абзал. Бұл жерде 4-ші ереже қолданған, үтір сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің арасында қойылады. Иә, бірыңғай мүшелердің арасында қойылады, үтір жайлы айттың, иә? Дұрыс, жақсы, ақ екен. Көрсетілген қаржы тағы соның төрттен бірінде шығып шықса, жаза қолданылмайды, артық сомалар төленеді. Екі тәсіл қолданылып, оқшауланған айқындаушы арқылы және бірыңғай сөйлем. Оңашаланған айқындаушы арқылы жасалып тұр, иә? Үтір, иә? Және кім? Ал сандуғаш оқи ғой. Тұруға жұмыс сізге демалуға қолайлы әрі берік болуымен бірге құрылысын арзанға түсіндірмеңіз деген бұл сөзді бізде 4-ші мысал бірыңғай мүшелер арасында қойылады. Иә, 4-ші орында, иә, бірыңғай мүшелердің үтір қалай қойылатынын айтылып тұр, иә? Жақсы. Театрлар мен стадиондар түрлі ойындарды көріп, есебін үйреніп, қоладаның кіріп шығуына ыңғайлы, іші сырты сәнді, ауасы таза орындықтарды жайлы болғаны шарт. Бұл жерде 8-ші ереже қолданылып тұр. Үтір құрмаласы ереже сөйлемдерінің арасында. Құрмала сөйлемнің арасындағы жай сөйлемдердің арасына қойылып тұр, иә? Дұрыс, жақсы. Айта ғой балам. Бәсе сабақ бітіп қалыпты ғой. Бұл жерде 2-ші ережеге сәйкес, яғни қарапайым сөздерден кейінгі қыстырма сөздің арасына, иә? Бәсе, қыстырма сөздің арасына үтір қойылып тұр. Жарайсыздар. Ал балалар жазым тапсырмасынан кейін енді қайтадан телефонға үңілетін боламыз балалар. Сәйкестендіру әдісі арқылы біз жаңағы сілтемеге кіреміз. Біздің сабағымызға, тақырыбымызға сай әлемнің таңғажайып сәулет өнерінің атауларын біз жаңағы сәйкестендіреміз. Экспозекстің алтын мүсіні, Ахмет Риза медресесі, Мысыр пирамидасы деген сияқты бұл жерде осындай сәулет өнеріне қатысты жерлер берілген осыларды сәйкестендіріп берілетін боламыз. Кәнекей, ашамыз, кіреміз сілтемеге. Жақсы балалар, олай болса, сәйкестендіру әдісінде жақсы нәтиже көрсеткен оқушылар, алғашқы оқушыларды атап өтетін болсақ, біз жаңағы кімдер мына жерде? Нұрай, Көнесов, мынау кім? Абзал, және кім мынау?
бейбіт, нұрбейбіт, жақсы 6 балдың барлығына, 6 сұрақтың барлығына дұрыс жауап берген екен. Жарайсыздар. Балалар, енді телефонды жайына қоямыз. Сабақты қорыту мақсатында. Демек, біз таңғажайып сәулет өнері жайлы ойымызда бүгін көп мәлімет алдық деп ойлаймын. Дұрыс қой? Жақсы ма? Енді бір-бірімізді сабақтың барысында бағалап отырдық, иә? Кім досын қаншалықты бағалады екен? Қане айтып өтейін. Және мен сендерге сол бағалау, сендер бір-бірлерін бағалап қандарыңды айтып өтесіңдер, ал мен сендерге Қ әдісі бойынша, яғни 3Қ, қызық, қажет, қиын әдісі арқылы кері байланыс беріңдер. Яғни ол кері байланыс менің келесі сабағымның мақсатына өте маңызды. Жарай ма? Ал кәне кім қаншалықты досын бағалар екен? Кәнекей, оқи ғой қызым. Бүгін Нұржан өте белсенді қатысты және 8 балл алды. Жақсы. Ал Сандуғаш? Сіздер соңғы батырыңызда тексермалардың барлығы жақсы болғаны және жалпы нәтижесінде он бала. Жақсы. Және кім? Ал Мералбек? Айдыр Жұлдыз 9 бала. 9 бала алды. Жақсы. Және кім? Асел айта ғой. Әке бізде бүгін 10 бал алды. 10 бала алды. Жақсы белсенді танытты, иә? Нұрбейбіт? Бүгін бізде Әсел ханым сабаққа жақсы қатысып 8 бала. 8 бала. Жақсы. Және кім? Ал Нұржан кімді бағалады? Бүгін бізде Дариға сабаққа жақсы қатысты, оған 8 бал қойды. Жақсы, жарайсың. Және ал айта ғой. Бүгінгі сабақта Жансия белсенді қатысып 9 бал алды. Жақсы, жарайсыздар. Үйге тасында сендерге балалар оқулықтағы 121-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындап келеміз. Құрметті әріптестер, былтырғы оқу жылында біз мектебіміздің екі әріптесімізбен қосыла отыра қазақ тілі мен әдебиет пәнінің сабақтарында заманауи білім беру технологияларын пайдалану әдістемелік құрал шығарған болатынбыз. Осы әдістемелер құрал жинақтағы әдістерді мен бүгінгі сабағымда қолдандым.